Soтталушылар жауаптарды әртүрлі айтып жатыр. Тура сол сықылда жәбірленуші тараптың айтқан сөздерінде де кейбір айырмашылықтар шығып барады. Бұл жаңаректегі бір көңіл күйдің, күйзелістің әсерінен ба жоқ? Әрине, өзіңіз ойлаңызшы. Бір үйде екі өлім болды, я. Ананың мысалы кез келген баласы үшін қайғыруы ол ерекше эмоционал. Әйел өзі эмоциональный адам. Күйзеліске мысалы мына көшеде жүріп, қастарында жүріп, ұрып соғып кеткен адамдар біз шок болып жатыр деген кезде ешқандай адам жоғалтпай. Адам жоғалтып, қан жұтып отқан адам әрине күйзелісте болады ол. Ол күйзеліс ұмытылмайды. Мысалға жетісін береді, тағы да баласын естіреді, қонақтар келеді. Сол күйзеліс жалғаса берген ғой бұлар. Сондықтан одан бөлек мысалға мамасының өзі бүйтіп қоршап жатыр, соған қарамастан ұрып жатыр. Ол баласы өлмеген күнде де ол күйден шығудың өзіне біраз уақыт керек. Демек, жауаптарындағы бір айырмашылықтар. Ол заңдылық деп санаймын мен өзім. Ол біздің тәжірибемізде болады. Өйткені әйел адам сондай эмоция, әйел емес барлығы сондай күйзеліске ұшыраған кезде не айтып не қойғанын білмейді. Мысалға қазір Құдай сақтасын, адам жоғалтқан кезде ол өзінің ойы басқа жақта жүреді. Мынандай не ғой, мысалы, енді көп жағдайда жұрттың айтып жатқаны, мысалы, сотталушылардың жауабын өзгертуі ол өздерін қорғану мақсатында арнайы мақсатты түрде өзгерт деп жатыр. Ал жәбірленуші тарап өзгертуінде арнайы бір мақсат емес, сол көңіл күйіне байланысты дейсіз. Иә, солай деп айтамын. Сотталушылардың ол өздерінің жауаптарын өзгерту, ол заңмен байда қарастырылған. Яғни Қылмыстық кодекстің 19 бабына сәйкес олар өздерінің кінәсіз екендігін дәлелдеуге міндетті емес. Кінәлігін дәлелдеу бұл мемлекеттік айыптаудың міндеті, түсінесіз ба? Бұл Конституцияда белгіленген құқық. Сондықтан олар біз кінәсізбіз деп әр өзіне келген уәжден айта береді. Бірақ сот кеңесі бөлмесе кеткенге дейін бұлар өздерінің істеген әрекеттерін мойындай алады. Ол олардың жазасын жеңілдетеді. Сондықтан оларда әлі уақыт бар. Сондықтан мен ойлаймын, ол мүмкіншіліктерде олар аяғына дейін соны пайдаланып жатыр. Айтпақшы осы жерде бір жәңеректегі жәбірленуші тараптың жауаптарындағы бір қарама-қайшылықтар, оларды мысалы естіп жатырмыз. Мысалы жәбірленуші айыпталушы тараптың иелері мысалы қаржабай сотқа тартылу керек, жалған жауап берді деген дүниелерді айтып жатыр. Ол қандай да бір заңдық немен қарастырыла ма? Жоқ. Жалған жауап беріп жатқан жоқ. Ол өзі қалай жауап беріп жатыр, солай жауап беріп жатыр. Сөз ба? Заңмен ол қарастырған жалған жауап деген бөлек әңгіме ол. Олар қылмыс жасаған анық қой. Ол мысалға 419 бап бар Қылмыстық кодекстің. Көрінеу жалған сөз жеткізуді. Егер мысалға кез келген адамға мынаны қылмыс жасады деп айып тағып біле отырып, көрінеу деген сөз, біле отырып оны істемеген. Солай егер арыз жазатын болса, ол жауапқа тартылады. Но қылмыс жасалған ғой. Сондықтан бұл жерде ондай факт орын алып тұрған жоқ деп ойлаймын.